Қазір барлығы кіріп алсын. Жарығымызды дұрыстап жіберейік. Барлығына қайырлы кеш. Ассаламағалейкум, саламатсыздар ма? Good evening, здравствуйте деп барлық тілдерді сөйлеп бастайық. Енді бүгінгі тақырыбымызды біз білім жолындағы инвестиция деп алған болатынбыз, таңдадық. Енді осы тақырып бойынша кішігірім сөйлейміз. Арада сіздер үшін жүргізіліп жатыр бұл нәрсе. Арасында сіздер маған сұрақтарыңыз қоясыздар. Мен осы тақырып барысында сұрақтарға жауап беріп отырам және өзімнің тақырыбымды сөйлеп отырам. Яғни бұл тақырыпты бос отырмас үшін ғой, былайша айтқанда сіздерге бір пайдалы ақпаратпен бөлісу мақсатында. Жалпы енді бір журналдың беті сияқты қылып не жасап едім, что-то мынау үлкен қылып көрсетіп жіберіп жатыр, жарайды. Енді ол маңызды емес, бірақ бүгінгі сөзімізді мынау Абай атамыздың сөзімен бастайық. Абай атамыз 25-ші қара сөзінде былай деп айтқан екен: турасын ойлағанда балаңа қатын әперме, енші берме, барыңды салсаң да балаңа орыстың ғылымын үйрет дейді. Енді мына жерде Абай атамыздың кезінде орыстан алатын білім, орыстардағы болған білім, бұл тренд болған, сол орыстың білімі өте сол кезде мен дүркіреп тұрған кезі ғой, былайша айтқан кезде. Сол себепті жарты әлем орысша сөйлейді, ойлап қараңыздар. Барлық элита, бүкіл элита, барлық қоғамдағы ең мықты деген қоғам қайраткерлердің барлығы орысша сөйлейді. Енді орыс империясы, Ресей империясының былайша айтқан кезде күшті болып дүркіреп тұрған кезі, қазаққа тісін батырып тұрған кезі ғой, былайша айтқан кезде. Біздегі сол хан, болыстардың барлығы сол орыстардан кішігірім пара алып, сол кезден бастап үйренген ғой. Енді мен негатив айтпаймын мына жерде. Абай атамыз да ол туралы айтады, мен айтпасам да. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма дейді. 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген, 19-шы ғасырдың соңында өмір сүрген Абай атамыз білім саласында инвестицияны қалай құю керек екенін қазаққа үйретіп отырды мына жерде. Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң саған рахмет көрсете ме, рахат көрсете ме, өзі рахат көре ме, жұртқа рахат көрсете ме дейді. Яғни баланы жастан деп айтып жатады ғой. Яғни кішкентай балалардың барлығын осы бала кезінен бастап білімге құштарлығын ояту арқылы, ғылымға деген ынтасын ашу арқылы баланың тәрбиесіне көбірек көңіл бөлу керек екендігін, біліміне де көбірек осы малды аямай жұмсау керек екендігі туралы айтып отыр Абай атамыз 25-ші қара сөзінде. Сіздер мына астында сұрақтарыңыз қоя беріңіздер. Мен қазір сұрақ жауап айдарына көшемін. Мына жерде негізінде бір 10 шақты сұрақтар жиналып қалды. Мен жаңа историяға жаздым ғой сіздерге. Егер де сұрақтарыңыз болса, алдын ала қоя беріңіздер. Мен сол презентация барысында жауап берем деп. Бүгін кішігірім бір семинар деп атасақ болады. Енді Абай атамыздың айтқан сөзін мемлекетіміз, яғни елімізде қалай жүзеге асып жатыр. Мына жерде мынау суретте көріп тұрғандарыңыздай, жалпы біздің мемлекетімізде жылдар, әр жыл сайын әртүрлі негізі статистика, бірақ кішігірім әр жыл санағына өздеріңіз қарап байқайтын болсаңыздар, бүкіл Қазақстандағы білім саласына, ғылым саласына барлығын қосқан кезде жалпы ішкі өнімнің 3-4% ғана
бөлінеді екен білім саласына. Соның 3-4% жыл сайын 100 миллиардтан 150 миллиардқа дейін теңгеге дейін бөлінеді. Бұл негізі біз егерде дамушы 30 мемлекеттің қатарына кіретін болсақ, бұл жағдайда зерттеушілердің айтуына қараған кезде біз 5-6% жалпы ішкі өнімнің 5-6%-ын білім саласына жұмсауымыз керек деп айтады. Бұл енді Саясат Нұрбектің бүгінгі кешегі осы 17 сағат бұрын қойды ғой, сол тікелей эфирінде, Нартай мырзамен тікелей эфирінде айтады осы туралы. Сонда біздің мемлекетіміз білім саласына барлығы жыл сайын 100-150 миллиард теңге бөлсе де, бұл жеткіліксіз болып жатыр екен. Бірақ соның өзіне қарамастан, біз енді Совет одағынан кейін бөлім шықты ғой, бірақ соның өзіне қарамастан мемлекетіміздегі білімнің деңгейі өте төмен деп айта алмаймын. Біз 2019 жылы 120-дан астам мемлекеттің ішінде біз 59 орынға ие болдық білім көрсеткіші бойынша. Одан кейін тағы бір осы жаңалықтардан оқыдым, осыған байланысты біз 35 орынға ие болдық жалпы. СНГ бойынша, ТМД елдері бойынша біз Ресей мемлекетінен кейін 2-ші орында тұрмыз жалпы білім бойынша. Ол 2017 жылы ақпаратқа сәйкес Қытай мен Американы да озып кеткенбіз біз, бірақ мынау пандемияның арқасында біз онлайнға қаншалықты дайын екеніміз көрсетті ғой негізінде. Бұның барлығын мемлекетке жабуға болмайды. Мемлекет барынша өзінің қолынан келген барлық көмекті жасап жатыр. Барлық енді білімді азаматтардың барлығына оқу гранттарын беріп жатыр. Кімнің жолы болады, жолы болмайды емес. Кімнің шыдамы жетіп, сәтсіздікке ұшыраса да соңына дейін баратын болса, қойған межесіне жететін болса, сол кезде ол грантқа да ие болады, стипендияға да ие болады. Одан кейін ол болашақ бағдарламасымен де оқып келеді. Ол қолынан келген барлығын жасап, тілдерді де үйреніп, мемлекетіне адал қызмет ететін азаматтардан болатынына еш күмәніміз жоқ, егер де талаптанатын болса. Білімге инвестиция құю деген біздің тарапымыздан қандай болу керек? Мына жерде тағы да жартылай беті көрініп тұр. Ода тұрған еш нәрсе жоқ деп ойлаймын мен мына жақта. Мемлекетіміздің тарапынан жыл сайын 150 миллиард теңге бөлінетін болса, ал Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, жас азамат ретінде, мысалы 30-ға дейінгі біздің мемлекетіміздің азамат ретінде біз қандай инвестиция бөлуіміз керек білім саласына, өзіміздің үлесімізді тигізуіміз үшін? Соңғы статистикалық мәліметке сүйенетін болсақ, Қазақстанда 18 миллион халық болатын болса, оның 3-тен 1-і 30-ға толмаған жастар деп айтады. Сол себепті біздің жастарымыз осы 3-тен 1-ін құрап отыр Қазақстанның. Енді білімге қаншалықты біз инвестиция құямыз, оның барлығы бізге байланысты. Қандай талаптарымыз болады? Яғни біздің қосатын үлесіміз ол көбісі айтатын заманның түлкі болса тазы болып шал дейді ғой. Жеке қабілетін дамыту деп жазып қойыппын мен мына жерге. Әрбір азамат, әрбір жеке тұлға жастардан талап етіліп жатыр ғой. Барлығымыз барымызша өзіміздің кәсібімізде өте жоғары деңгейлі маман болуға талпынуымыз керек екен. Мұғалімдігін жасау керек. Өте жоғары деңгейде. Заман нені талап етіп жатса, сол нәрсені жасау керек. Енді біз мұғалім саласына байланысты болғандықтан, енді бұлай мемлекеттің білімге инвестициясы туралы айттық. Одан кейін әрбір азаматтың 30-ға толмаған. Одан кейін енді мұғалім, енді әртүрлі кәсіп иелеріне байланысты айттық. Енді мұғалімдерге келетін болсақ, мектеп білім ордасы инвестиция осы жерге құйылу керек. Барынша осы жерге құйылу керек. Инвестиция осы жерге құйылған кезде мемлекетіміз дамиды.
ақ лала гүлдер мекені деген бір кітап бар, страна белых лиль деген. Сол жерде Снелман деген Петров деген жазушы Финляндиядағы білім саласы туралы Финляндияның жалпы мемлекеттің құлдырауға ұшырап бара жатқан көреді. Сондықтан Снелман ол қоғам қайраткері, мұғалім, ұстаз, жалғыз өзі ұстаз болса да, Финляндияны қазіргі жағдайға дейін жеткізген сол Снелман. Кітапта айтылады. Сіздерге кеңес берем осы кітапты оқуға. Сол жерде барлық мемлекеттің экономикасында, саясатында жалпы дәрежесін жоғары деңгейге көтеру үшін білімге көбірек инвестиция жұмсау керектігі жөнінде айтып, барлық қоғам қайраткерлерін осы мұғалімдерге және де мектеп жасындағы оқушыларға, жалпы студенттерге көбірек көңіл бөлу керек екендігі туралы, барлық қаражатты осы жолға жұмсау керек екендігі туралы айтады. Сол себепті ол кәсіпкерлері де осы жолға тартады, мемлекет басындағы білім майталмандарын да осы жолға тартады, ел басындағы азаматтарды да осы жолға тартып, Снелман Финляндияны тығырықтан шығарады. Кітаптың соңында happy end дейді, солай бітеді кітап жалпы. Мына жерде мына нәрселерді айтқым келіп отыр. Алғашқы қазақ ағартушылар туралы. Елбасымыз неге барған кезде бір өңірге, Алматы облысында бір өңірге барған кезде ол сол жерде қазақ ағартушыларының дамуы жолында Мамания медресесінің үлкен рөл атқарғандығы туралы айта кетеді. Енді Мамания медресесі деген не? Маман деген бір әулет болған, Мамановтар әулеті. Осы әулет ол байлардың әулеті болған. Бұл әулет бүкіл қаражатын, бизнесмен, кәсіпкер болған ғой, бүкіл қаражатын мектеп салуға жұмсап, сол мектептен қазақтың ағартушылары, яғни қазақтың алғашқы зиялылары өсіп шыққан екен. Сол себепті мысалы оның ішінде Ілияс Жансүгіров, Біләл Сүлеев болған дейді. Ілияс Жансүгіровті барлығымыз белгілі, оны танисыздар. Ал Біләл Сүлеев дегенді мына жерде Жебеу KZ сайтында Қарақалпақстанның білім министрі атағына дейін көтерілгендігі туралы айтылады. Сіздер сұрақтарыңыз қоя беріңіздер мына жерде, мен жауап бере берейін. Қазір сұрақтар айдарына да көшеміз. Міне мына жерде тұр. 2018 жылы Қазақстан адамның даму индексі бойынша жалпы әлем деңгейі бойынша рейтингте 189 елдің ішінде 50-ші орынға ие болған. Бұл 90 жылмен салыстырған кезде өте жоғары көрсеткішке ие деп көрсетеді. Яғни 18,5%-ға өскен дейді. Жалпы енді адамның даму индексі бұның ішінде жалпы ішкі өнім де кіреді, адамның туу кіреді, ұзақ өмір сүруі, бұның барлығы осының ішіне кіреді. Білім деңгейі. Қазақстанда негізінде қолына күрек ұстайтын адам жоқ деп айтады. Неге? Өйткені барлығының қолында білім бар. Енді мен бұл жерде ешқандай теріске шығармаймын. Білімі жоқ деп айтпаймын ешкімнің, бірақ университеттердің барлығында бірдей білім береді деп айта алмаймын. Сол үшін бізге сапалы мұғалімдерге мұқтаждығымыз бар. Мұғалім мамандығына түсіп, осы саланы барынша кеңінен дамыту керекпіз. Енді қазаққа жаны ашитын, еліміз үшін, болашақ үшін уайымдайтын азаматтар осы мұғалімдікке түсіп, басын қатерге тігіп, батырлық жасап жатыр екен, жаста болса. Мүмкін осы қазіргі сіздердің мұғалім мамандығына түсулеріңіз, яғни сапалы мұғалімдердің жетілуіне өздеріңіздің үлестеріңізді қосуларыңыз, бұл болашақта мемлекетіміздің жоғары деңгейге көтерілуіне өз үлесін қосатын шығар деген үмітіміз бар. Енді мына жерде мына туралы айтқым келіп отыр. Қазақ психологиясында мына жерде бір мақала бар екен. Павлодар педагогикалық университетінің өзінің ресми сайтында жарияланған мақаласы. Мақалада былай деп айтады.
қазақтың жалпы мынау қазақ психологиясында ақыл оқу деген понятие жоқ дейді да, түсінік. Ақыл оқыту деген біздің санамызда мүлдем жоқ дейді. Бізде грантқа түспей қалса барлығы бітті деген секілді бір не бар дейді да, түсінік. Бірақ енді ол түсінік бар болса да, менің ойымша, мысалы Қазақстанда 300 мыңға жуық студент бар да, оның жаңағы жыл сайын 35 мың грант бөлінетін болса, 35 мыңның ар жақ бер жағында. Бірақ ақылы түрде оқитындардың өзі қаншама. Бірақ бізде қанша дегенмен оқу ақысы төмен ғой. Соған сәйкес білім беру деңгейі де, сапасы да соған сәйкес болуы мүмкін. Енді мынау Кембриджде кім оқығысы келмейді да? Кембриджде университетінде 38 мың 40 мың доллар дейді оқу. Гарвард университетінде дәл солай. Массачусетс университетінде 38 мың 40 мың доллар. Я көптеген шетелдік университеттерде 20 мың доллардың үстінде оқу ақысын барлығы. Бірақ ол жақтан грант ұтып алуда енді қатты оңай деп айта алмаймын, бірақ мүмкіншіліктер бар. Енді мына жерде елбасымыздың керемет сөзі бар. 2025 жылға дейін бізде білімге бөлінетін қаражаттың санын 6 есе, ғылымға бөлінетін қаражаттың санын 7 есе арттыру керек екені туралы тапсырма берді. Құдай қаласа біз президентіміздің Қасым-Жомарт Кемелұлының осы бір жарлығы орындалатын болса, біз білім саласында мұғалімдердің жалақысы да көбейіп, жалпы студенттерге де көптеген мүмкіншілік жасайды деп ойлаймын. Осы педагогика мамандығында оқитын. Сіздерге өткенде де бір жаңалықпен бөліскен болатынбыз. Ұлттық кеңестің отырысында болашақ педагогтардың стипендиясын, шәкіртақысын 26 мың теңгеден, барлығы 26 мың теңге шәкіртақы алатын еді. Енді бұдан кейін педагогикалық мамандықта оқитын студенттер 42 мың теңге алады осы жаңа оқу жылынан бастап. Мына жерде енді бірнеше мәселелер қозғалған екен. Оның ішінде неге байланысты да бар, білім саласына байланысты, ғылым саласына байланысты да бар. Қарап оқып алсаңыздар болады мына жерде. Енді ұстаз болғаннан кейін мен мына жерде бір видео қосып сіздерге көрсетейін деген, сол видеоны қосып көрейін. Сіздер қарасаңыздар, содан кейін біз ойымыз бөлісек. Sevgilim
болса. Жалпы бұнымен не айтқымыз келді? Бүкіл инвестиция осы білімге құйылу керек. Білімге құйылатын инвестиция ол бірінші адамның өзін жеке жетілдіруі. Ол мемлекеттің құятын инвестициясын айттық. Қаншалықты екен? 150 миллиард теңге. Оны да біліп жүріңіздер. Мемлекет жай жатқан жоқ, яғни. Одан кейін президентіміздің Алматы облысына барған кезде айтқан Мамания медресесі деген бұл кәсіпкерлердің де өздерінің жеке бір мектеп ашып, енді сол кезде трендте медресе болған, ол жерде жаратылыстану ғылымдары барлығы оқытылған шығар, діни ілімдерден бөлек. Енді бізде қазіргі заманда бұл батысқа көбірек еліктейміз ғой. Батыстан ала бермей өзіміздің түпкі тарихымызға оралып, мұғалімдерді қайтадан жетілдіру керек. Енді біздің жобамыздың басты миссиясы да сол болып отыр ғой. Мұғалімдердің барлығын толығымен жетілдіріп шығару деген секілді. Так, мына жерде енді сұрақтар бар екен. Регистрация уақыты созылады ма? Достар, осы жерде бір маңызды жаңалықтармен бөліскім келіп отыр. Біз комиссия мүшелері, біздегі жобамыздың комиссия мүшелері Алтынсарин академиясының Көкшетау қаласына тағы да 6 стипендия бөлуді ұйғарды. Оның 3 стипендия ұл балаларға, 3 стипендия қыз балаларға. Осыған байланысты біз тіркеуімізді 5 маусымға дейін созатын болдық. Үлгермей қалған қыз жігіттер болатын болса, 5 маусымға дейін өздеріңіздің осы өтініштеріңізді тіркеп қойсаңыздар болады. Табелге 5-ақ сурет, менде 7-8 скриншот болды дейді. Енді сіздер егер де 2-3 сурет сыймай жататын болса, 11 сыныптың табелін түсіріп жіберсеңіздер болады. Университет бітірген бойдан 3 жыл жұмыс істеу керек па? Бірден, енді мына сұрақтан мен мынаны түсініп отырмын, магистратура оқып, содан кейін барып жұмыс істесем болады ма деген. Болады, ол біздің шартымыз жоқ ондай. Жалпы сіз біздің бар қоятын шартымыз, біздің жобамызда 4 жыл білім алып, оқу бағдарламамызға қатысқаннан кейін, стипендиямызды алғаннан кейін, енді су ішкен құдығыңа түкірме дейді ғой, сізге барлық үмітін артып отыр. Мына жерде қаншама стипендия беріп жатқан спонсорларымыз бар, кәсіпкерлеріміз бар, бизнесмендеріміз, меценаттар бар. Және де сіздің жаныңызда осы 4 жыл бойы дайындап жүретін менторларыңыз болады. Бұлардың барлығы сіздерге үлкен үміт артып отыр. Ол үмітті енді былайша үзе салуға болмайды. Сол себепті магистратура бітірсеңіз де, одан кейін магистратурамен оқып жүріп те 3 жыл отработка жұмыс істеуге болады. Енді біз ондай талап қойып жатқан жоқпыз, бірақ мен кеше де айтқан, мемлекет онсыз да біздің уайымызды орындады. Енді уайымызды шешті десек те болады. Мемлекеттік грантта оқитын болсаңыз, 3 жыл отработка мемлекет өзі ақ сіздерден талап етеді, біз талап етпесек те. Кеше заявка бергенде толық бере алмадым, эссеге 1 сурет қана грузить етілді дейді. Құрметті достар, эсселеріңізді Microsoft Word деп айтамыз, сол форматта жіберсеңіздер, жолдасаңыздар, сіздерден өтініш, сурет қылып жібермеңіздер. Сосын қолмен жазған эсселеріңізді жібермесеңіздер. Өйткені ол сіздің почеркіңіз дейді, қолтаңбаңыз, почеркіңіз, жалпы сіздің почеркіңізді мына жерде біз түсініп отырмыз, қиынға соқпас үшін. Кәдімгі заманауи, енді қазір 21 ғасырда өмір сүреміз ғой. Сол себепті Microsoft Wordпен жіберсеңіздер қабылданады. Сол себепті ол жерде біз сурет қабылданбай жатқан себебі де сол. Эссенің жауаптары, Құдай қаласа, осы 5-іне дейін созып жатырмыз біз эссе тапсыруды. 5-нен кейін 2 апта санаңыздар, 2 аптаның көлемінде 1-ші турдың жауабы шығады. Одан кейін 2-ші тур болады. Бірнеше сұрақ қайталанған екен. Эссенің жауабы туралы. Тағы да қайталап айтайын, кіріп шығып жатқан адамдар үшін Көкшетау қаласында біздің комиссия мүшелері
Тағы да 6 стипендия бөлуді ұйғарды. Оның 3-еуі ұл балаларға, 3-еуі қыз балаларға. Біз оны бүгін ертең жариялайтын боламыз, кештетпей. Сонымен достар, бүгінгі тікелей эфирімізді аяқтайық. Сұрақтарыңыз болса, директке жазсаңыздар болады, немесе көрсетілген телефон номерге WhatsApp-қа жазсаңыздар, сол жерде барынша жауап беруге тырысамыз. Бүгінгі таңда тіркелгендердің саны 200-ден асып кетті. Енді қазір сағат 12:00-ге дейін тіркеу жалғасу, сол 12:00-де тіркеу біту керек еді, бірақ сіздердің қуаныштарыңызға орай тағы да 5 күнге создық. Өйткені Көкшетау қаласында жаңа стипендия орындары ашылды. Ол Көкшетауға тіркелем деушілер тіркеліп үлгергенше тағы бір 5 күн қостық. Сол себепті тіркеліп үлгермей қалған қыз жігіттер болатын болса, сіздерде әлі 5 күн бар. 5 күннің ішінде барлық табелдеріңіздің электронды нұсқасын, ұбт тапсырғандар ұбт-ның электронды нұсқасын, результатын, одан кейін эссені қолмен жазғандар компьютерге теріп, үлгеріп, бізге жібере аласыздар. Оған сіздердің 5 күн уақыттарыңыз бар. 5 күннен кейін біз тіркеуді жабамыз. Одан кейін 2 аптадан кейін сіздерге нәтижесін беретін боламыз. Сіздер үшін тағы да мына бір Seni sever senin olacağım ben.